Сәлем достар, сіздермен Таңда Стади және де бүгінгі сабағымыз CSS файлдарға арналатын болады. CSS файл дегеніміз, CSS тілі дегеніміз Cascading Style Sheet деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл стиль түрі. HTML файлы біздің сайтымыздың каркасын, негізгі құрылымын, қандай элементтер болатындығын көрсетсе, біздің CSS файлымыз сол элементтерге әсемдік пен үндестік сыйлайды. Ендеше, мына сайтымызға көз жүгіртелік. Бұл сайт өте әдемі. Бұл AdWords сайт тобында алдыңғы орындарға сайт болып табылған. Неге көптеген түстерді қолданған, шрифттерді әдемі пайдаланған. Осылайша визуалды түрде керемет бір көрініс беріп тұр. Неге түстердің үйлесімділіктерін бақылап көріңіздер. Осының барлығын тексттердің ортаға орналасуын, дифтердің ортаға орналасуын, белгілі шрифттерді қосуды және түстердің әсемдігін, осы белгілі бір формалардың болуы, осындай керемет әсемдік сыйлап тұрған бізде CSS файл болып табылады. Егер де біздің файлымызда CSS файлы болмайтын болса, бұлар тек қана белгілі бір қара жазумен өрнектелген ақпараттардың жиынтығы болатын еді. Сондықтан CSS файлы арқылы біздер сайтқа бөлектің жаңа көзқарас сыйлап отырмыз. Яғни CSS файлы HTML файлы секілді программалық тілге жатпайды. Бұл тек стиль тілі ғана. Енді CSS файлды құру тәсілдеріне көз жүгіртсек. Ең бірінші тәсіл External CSS деп аталынады. Яғни бұл линк тегі арқылы өзге CSS файлды HTML файлымен байланыстыруға жатады. Бірінші тәсілді іс жүзінде тексеріп көрелік. Неге мынау біздің ALS туралы жасаған сайтымыз. Байқасаңыздар, мен алдыңғы сабақтарда айтқанмын, түсін ауыстыру және де элементтерді ортаға қоюды CSS файлы өткен кезде ұғындырамыз деп. Ендеше солай жасап көрейік. Ең бірінші CSS файл папкамызды ашып аламыз. Біздер ең бірінші проектті создавать еткен кезде CSS папка ашқан болатынбыз. Соның ішіне жаңа CSS файл құрамыз. Мысалы, style.css. Міндетті түрде біздің аталуымыз CSS сөзімен аяқталу керек. .css. Бұл HTML файл құрған кездегіде ереже болып табылады. Яғни бұл CSS файл екендігін білдіреді. Ал оның алдында қандай сөз жазатынымызды өзіміз білеміз. Есте сақтайтын тұс, біздер HTML файлда сақтаған кезде көбіне индекс HTML деп сақтағанымыз жөн деп айтқан болатынбыз. Ал CSS-да бұндай арнайы ережелер жоқ. Өзіміз қалаған атаумен атай берсек болады. Бірақ программистер көбіне style немесе main деген сөздерді қолданады. Мысалы, мынандай. Біздер style сөзін қолданайық. Стиль деген мағынаны білдіреді. Enter'ді басамыз. Міне біздің CSS файлымыз анық. Қазір мен бұл жерге сіздерге түсініксіз бір кодты жазамын. Енді менің бұл жерде жазып қойған кодым бойынша біздегі түстер қызылға айналу керек. Артқы фон ғана емес, тек қана текстің түстері қызылға айналу керек. Бұны тексеріп көрейік, бұл бізде орын алмайды, себебі біз HTML файлмен оны байланыстырған жоқпыз. Тексеріп көрелік. Неге біздің сайтымыз ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Енді оны байланыстыру үшін мінеке біздің HTML файлымызда ешқандай CSS деген сөз де жоқ. Сол үшін біздер link тегін қолданамыз. Тапты басамыз. Мінеке бізде бірден style sheet деген сөзді беріп тұр. Енді бұл жерге өзімізге қажетті жолымызды жазамыз. Яғни бізде CSS файлдың папканың ішінен style CSS файлын оқысын делік. Мінеке, осылайша біздер байланыстырдық. Енді тексеріп көрелік қайтадан. Так, мінеке біздің бүкіл текстіміздағы сөздер барлығы қызыл түске айналды. Бұл бізде external CSS деп аталынады, яғни
HTML файлының қатысынсыз, бұлда тек бір линк тегі арқылы байланыс жүзеге асады, ал жалпы CSS құрылымдары осы бөлек CSS файлдың ішінде жазылады. Екінші тәсіл inline CSS деп аталынады. Бұл style атрибуты арқылы HTML файлдың ішінде жүзеге асады. Ең алдымен біздер өзіміз белгілеген external CSS тәсілімен жасалған жолымызды комментарий қалайық. Ол үшін Shift, Alt, A-ны басамыз. Неке біздің енді ешқандай байланыс жоқ HTML мен CSS арасында. Тексеріп көрейік. Неке мүлдем байланыс жоқ, дәл бұрынғы қалпында HTML файл түрінде ғана жұмыс жасап жатыр. Енді біздерге inline CSS деген қандай мағына білдіреді? Inline CSS өзінің есімі айтып тұрғандай, тек бір жолды ғана өзгерте алады. Яғни inline деген бір жолдық деген мағынаны білдіреді. Яғни өзімізге қажетті элементті таңдаймыз, атрибут ретінде оған style сөзін береміз. Мінекей. Содан соң өзімізге қажетті значениені аламыз, және де оған қажетті мәнін береміз. Яғни бізге түсін қызылға ауыстыр деген сөз. Тексеріп көрейік. Қазір мінекей қызылға ауысты. Біздің H3 тегіміз қызылға ауысты. Мінекей. Бұл екінші жол inline CSS деп аталынады. Негізі көптеген программистер бұл жолды қолдамайды. Бұл жол қате болып саналады. Себебі логика жағынан қате, яғни әр қайсына біздер style деп әр қайсына стиль беріп отырғанымыз бұл ақылға сыймайды. Егер де біздер бөлек external CSS тәсілі арқылы CSS бере алатын болсақ, біз неге әр қайсысын толтырып, осылайша жеке-жеке стайл беріп отыруымыз қажет. Мен бұны сіздерге жалпы CSS-тің басқатта құру тәсілі бар деген мақсатта ғана айтып отырмын. Бұны көп қолданбағанымыз абзал. Және де бұл өз кезегінде біздің HTML парақшамыздың жұмыс істеу уақытын көбейтеді, яғни бұл артық код. Бұны бөлек CSS файл тіркеу арқылы ғана жасауға да болады. Үшінші тәсіл бұл internal CSS деп аталынады. Яғни style тегі арқылы head тег көмегімен HTML файлының ішіндегі байланысқа жатады. Бұның inline CSS-тан басты айырмашылығы бұл style атрибуты арқылы емес, style тегі арқылы жүзеге асады және head тегінің ішінде жазылынады. Неке біздер іс жүзінде тексеріп көрейік. Неке біздің head тегіміздің ішіне style деген жаңа тегті жазамыз. Тапты басамыз. Енді қажетті өзімізге мәліметтер жазамыз. Яғни body, color, red. Енді тексеріп көрсек, біздің сайтымызда барлық түстер қызылға айналады. Жазудың түстер қызылға айналады. Яғни бұл да тағы бір жол CSS файлды қосуға арналған. Бұл да көп қолданыла бермейтін жол. Бұны тек жалпы білу үшін, білу мақсатында ғана айтып отырмын. Негізі бұл нәрсені емес, программистер external CSS тәсілін қолданады. Себебі, мына жерде ойлаңызшы, егер де біздер үлкен CSS файл, үлкен HTML парақша құратын болсақ, және де оның әр қайсысына өзінің белгілі бір стильдік қосымшаларын жүктейтін болсақ, мысалы 20 мың элемент үшін 20 мың CSS файл жазылынатын болса, біздің HTML парақшамыз өте ұзаққа кетеді. Және де өте тиімсіз, яғни оптимизацияға ұшырамаған файлға айналады. Өз кезегінде біздің поисковиктерде біздің сайтымыз көрініс таппайды, аз іздену, аз қаралым жинайтын сайттарға жататын болады, және де жұмыс істеу циклі өте ұзаққа кетеді. Сондықтан біздер style CSS, яғни external жолын қолдануымыз қажет.
Келесі бонус ретіндегі тәсіл, бұл үшінші тәсілдің екінші әдісіне жатады. Internal CSS-ті style тегі арқылы импорт атрибутының көмегімен HTML файл ішінде жасау. Жаңа біздің айта кетерлігі inline CSS және де internal CSS-тің екі тәсілі де, яғни бұл үш жолда біздің HTML парақшасының ішінде жүзеге асады, ал external CSS бұл CSS файлдың ішінде жүзеге асады. Енді жаңағы үшінші тәсілдің екінші әдісіне жол берейік. Мінекей біздің style тегіміз ашылып тұр, яғни оның ішіне айқыла, import және де өзімізге қатысты тік жақшамен өзімізге қатысты CSS файлымызды жазып аламыз. Енді оқып көрейік. Міндетті түрде мына жердегі мына белгіні ұмытпауымыз қажет. Яғни біздер осы style CSS файлын импорт жасап жатырмыз. Енді импорт деген өзіміздің қазіргі парақшамызбен байланыстырып жатырмыз. Мінекей өзгеріс жоқ, қызыл түспен оқып тұр барлығын. Себебі біздің style CSS-мыздағы значениемізді дәл осындай. Мінекей. Бұл нәрсе де көп қолданыла бермейді. Бұл нәрсе әдетте бізде белгілі бір элементтерді қосу мақсатында көмектеседі. Мысалы, бұл HTML парақшасының ішіне қажет емес, көбіне мынандай көмегімен жазылады. Мысалы, егер де біздер ойлап көріңіздер, жаңадан CSS файлды құрамыз, мысалы button.css. Бұл жерде біздер тек қана кнопкалардың, жалпы кнопкалардың стильдік ерекшеліктерін жазамыз. Яғни біздің бірінші кнопкамыздың түсі мынандай, екінші кнопкамыздың түсі мынандай деп. Енді соны жалпы біздің элементтер, жалпы парақшамыздың стилистикасына қосқымыз келеді. Сол үшін айқылақ, import және де осындай міндетті түрде үтір нүкте салыну керек, және де мынандай тырнақша ашылу керек, және де біздің қажетті CSS button деген бізде CSS файлдың ішінде орналасқандықтан жай ғана button.css файлымызды жүктейміз. Яғни бұл жерде мынаның ішінде жазылған нәрсе бізде мына жерде көрініс табады. Осы мақсатта қана біздер internal CSS-тің екінші әдісін қолдануымызға болады. Бұл жерде өте көмектеседі, яғни екі файлды бір-біріне қосу мақсатында. Ал жалпы CSS файлды жазу мақсатында бірінші external CSS тәсілін қолданғанымыз жөн. Кез келген тілдің өзінің белгілі бір синтаксисі болады. HTML тілінде бұл тегтардың көмегімен жазылған ақпараттарды қамтитын бетше болған болатын. Ал CSS-ның синтаксисі мүлдем басқаша. Ең алдымен біздерге selector деп аталынатын нәрсені таңдауымыз қажет. Одан кейін біздер оған белгілі бір параметр көрсетуіміз керек, немесе значениені беруіміз керек. Келесі керекте біздер оған мәнін беруіміз керек. Яғни selector дегеніміз не нәрсе деген сұраққа жауап беріп көрейік. Селектор дегеніміз элементті шақыру үшін қолданылатын атаулар. Яғни біздің селекторымыздың бірнеше түрі болады. Біріншісі ID деп аталынады. ID дегеніміз identical directory деген мағынаны білдіреді. Бұл элементтің тек өзіне ғана лайық атауы болып табылады. Яғни ID деп, мысалы, біздер өзіміздің есімімізді айтсақ болады. Ол бір үйде, мысалы, бірдей атты элементтер кездеспейді. Яғни, мысалы, бір үйде тек қана бір адамның аты ғана дәл сондай болуы мүмкін. Мысалы, Гаухар деп айтатын болсақ, тек бір үйде бір адамның ғана атауы Гаухар болуы мүмкін. Яғни, ID дегеніміз немесе біздің кәдімгі өміріміздегі есім секілді жұмыс жасайды. Келесі кезекте бұл класс, яғни элементтерді топтайтын атау. Класс бойынша да біздер элементке обращение жасауымызға болады. Яғни, мысалы, біздер мектеп кезінде белгілі бір класста оқыдық. Мысалы, 11-ші А сыныбында оқиық делік. Сол 11-ші А сыныбы біздің
өмірімізде белгілі бір рөл атқарды. Яғни, егерде біздің атауымыздан бөлек, егерде 11-ші А сыныбы келсін деп бізді дәлізге шақыратын болса, онда біз баратын едік. Яғни, өз кезегінде осы жерде де дәл осылай жұмыс жасайды. Яғни, белгілі бір класс өкілдері арқылы да селекторды анықтап, оны көрсетуге болады. Яғни, элементті шақыруға болады. Үшіншісі, яғни, тег атауы арқылы шақыруға болады. Одан өзге группа бойынша шақыруға болады, және де тағы да басқа CSS селекторы арқылы да селекторды анықтауға болады. Бірақ дәл қазір сіздерге көп ақпарат бермей қояйық. Практика жүзінде бұның бәрі көрсетіледі. Әзірше сіздерге тек ID, класс және де тег арқылы қалай элементті шақыруға болатыны көрсетейік. Мінекей, біздер жаңағы кетіре тұралық. Мінекей, біздер жаңа конструкцияны жаздық. Мынау бізде селектор деп аталынады. Ең алдымен синтаксисі осылай құралады. Бізге қажетті тег аты, яғни біздер HTML файлымыздың бізге көзімізге көрінетін браузердегі бетшесін шақырып тұрмыз. Яғни, body деп, дәл сол body'ді жаңа шақырып тұрмыз. Яғни, денесіндегі бүкіл элементтер бізге тег атауы бойынша қазір не жазсақ та сол орындалады. Мысалы, біздер body'дің ішінде мінекей сурет, H1, H3 тегтар және де all элементтер және де тағы да басқа div элементтері барлығы осы заңдылыққа бағынады. Мысалы, енді тексеріп көрелік. Біздің CSS файлымыз жалғамай қалған секілді. Мінекей, қателік осы жерде. Біздер CSS файлымызға өзгерістер енгізіп жатырмыз, бірақ біздер CSS файлымызда байланыстырмадық. Енді тексеріп көрелік сайтымыздан. Мінекей, бүкіл түстердің барлығы сары түске айналды. Мінекей, яғни бұл біздердің селекторымыз дұрыс жұмыс жасап тұр деген мағынаны білдіреді. Яғни, body тегінің ішіндегі барлық элементтер сары түске боялды. Бұл бізде body деген тег арқылы жасалған селекторлық қосымша болып табылады. Ал егерде біздер бүкіл элементтерді емес, тек қана белгілі бір элементтерді қана өзгеріс енгізсек қайтеміз. Мысалы, мына H1 элементімізде біздің белгілі бір оның түсі қызылға айналғанын қалайтын болсақ, мысалы, оған ID береміз. ID дегеніміз, жаңа айтып кеткеніміздей, есім, қазақша айтқанда есім береміз. Яғни, оған, мысалы, H1 элемент деп берелік. Және де оған стайлдың ішінде обращение жасаған кезде, міндетті түрде, мына белгіні қолдануымыз қажет. Және де H1 элемент, мінекей өзі шығып тұр. Осы конструкциясын тағы да жасаймыз. Мысалы, өзімізге қажеті оның түсін қызыл деп берелік. Қазір тексеріп көрелік. Ең бірінші сонда мына белгі біздің ID үшін қолданылатын белгі. Егерде бұл белгі болмайтын болса, біздің бұл нәрсеміз жұмыс жасамайды. Қазір оны өзіміздерге тексерткізіп көреміз. Ең алдымен көз жүгіртейік. Мінекей біздің сөзіміз қызылға айналды. Егерде мына белгі болмайтын болса, жұмыс жасаймын екен, көрейік. Жұмыс жасамайды, яғни Яғни, егерде біздер ID бойынша элементті шақыратын болсақ, міндетті түрде хэштег белгісі қолдануы тиіс. Яғни, бұл бізде ID бойынша, яғни есімі бойынша шақыру тәсілі болып табылады. Келесі бізде класс бойынша шақырайық. Мысалы, барлық H3 тегтарына класс ретінде класс берейік. Мінекей, класс 1 дейік. Класс 1 дейік. Мінекей, тағы да мына элементке де класс 1 берейік. Енді біздер оған обращение жасау үшін міндетті түрде нүкте деген
белгілеуіміз керек. Класс 1 мінекей. Енді өзімізге қажетті color, мысалы, фиолетовый түс болған қалайық. Енді бұл жұмыс жасайтын тексерейік. Мінекей біздің 2H3 тегіміз бір класстан екеуі де жеке-жеке оған ID болса, мысалы, біздер элементтің әрқайсысына жеке-жеке стайл жазатын едік. Ал бұл жерде екі элементке бірдей класс беру арқылы мінекей бірдей түске айналдырдық. Логика жағынан осылай жұмыс жасайды. Егер де жаңа көрсеткендей мына жерде нүкте болмайтын болса, онда біздің CSS файлымыз жұмыс жасамайды. Міндетті түрде нүкте болу керек. Егер де тағы да бір рет қайталап жіберейік, селекторлар қалай жұмыс жасайтын. Егер де біздерге тег арқылы CSS шақыру керек болса, онда алдына еш нәрсе қолданылмайды, жай ғана тегтің аты жазылады. Мынау бізде селектор болып табылады. Және өзімізге қажетті ақпарат жазылынады. Егер де біздерге класс ретінде обращение жасау керек болатын болса, міндетті түрде хэштег элементі қолданылады, және де өзімізге қажетті элемент атауы жазылады, және де property беріледі. Мысалы, жасыл дейік. Ал егер де бұл да CSS селектор, яғни бұл класс ретінде, элементтің ID ретінде жұмыс жасайтын селектор болып табылады. Ал бұл тег аты арқылы шақырылу, ал бұл өз кезегінде класс арқылы шақыруға жатады. Бұның барлығын қарап көрейік. Мінекей біздің қажетті жалпы body тегінің ішіндегі көп тексттарымыз мінекей мына түске ауысты. Біздің именно h1 тегіміз мінекей жасыл түске ауысты, яғни бұл ID бойынша жұмыс, және де мынау секілді элементтер h3 тегтарымыз. Біздер оларға белгілі бір класс бердік, ол арқылы біз оны фиолетовый түске қоядық. Келесі бұл бізде синтаксисінде селектордың параметрін көрсету, және үшіншісі селектордың параметрін енгізу болып табылады. Бұл нәрселердің барлығын біз жаңа көрсеткен болатынбыз. Мінекей біздер селекторды анықтадық, одан соң оған қажетті параметр бердік, және де оған қажетті мән бердік. Мінекей осылайша біздің CSS-іміз жұмыс жасады. Егер де біздер жаңа мына жерде еш нәрсе жазбасақ, яғни мәні мен параметрін бермейтін болсақ, біздер бұл жерде қате көрсетеді. Егер де біздер параметрін беріп, оған тиіссіз мән бермей кететін болсақ, бұл жерде тағы да синтаксис орын алмайды, яғни бұл жерде қате шығарады. Мінекей. Егер де бұл жерде біздер мәнін де беріп, параметрін көрсетіп, және де селекторын көрсетсек, бұл бізде дұрыс құрылған синтаксис, яғни бұл жұмыс жасайды. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, параметр деген не нәрсе деп. Параметр деген біз бергіміз, өзгерткіміз келген жағдай. Ол түсі болуы мүмкін, ол шрифті болуы мүмкін, ол қаріптік өлшемі болуы мүмкін, ол немесе артқы фоны болуы мүмкін, ортада жазылама, соңында жазылама, шетте жазылама, қандай тейін болама арт жағында, қандай ерекшеліктері болады, соның барлығы параметр деп аталынады. Мысалы, егер де біздер текстіміздің ортада жазылғанын қаласақ, мысалы, осы класс 1 классында орналасқан элементтердің ортада жазылған қалса, text align деген параметрді қолданамыз. Text align'ның бірнеше мәні бар. Center, end, justify, left, right, start, initial, inherit, and unset деген түрлері бар. Яғни center деген бұл бізде ортаға қояды. Тексеріп көрелік. Мінекей біздің h тегтарымыз және де класс 1 классына жататын элементтеріміз қызыл түскен боялды, және де ортаға қойылды. Себебі біздер жаңа мінекей түсін қызыл еттік, және де ортаға беру функциясын жазған болатынбыз. Егер де біздер
аяқ жағына қойғымыз келсе, яғни соңына қойғымыз келсе, end дегенді басамыз, яғни мінекей end қосымшасы істеді. Егер де біздер тағы да initial деген қосақ, ең басына келіп тұр. Мінекей. Біздер ортасынан қалдырайық. Бұның өзге мәндерімен кейінірек практика жүзінде тағы да таныс боламыз. Әзірше осы біздер қолданылатын center and initial және right left. Right деген оң жақ, left деген сол жақ. Мысалы, right оң жаққа қою, неге left сол жаққа қою деген секілді. Неге сол жақта орналасқан. Біздің CSS файлымыздың параметрлары өте көп. Оны справочник CSS бөлімінен көруге болады. Мұның барлығы бізде параметрларға жатады. Оған белгілі бір мән беру арқылы сайтымызға әсемдік сыйласақ болады. Бірақ мен сіздерге қазір бұның барлығын көрсетпеймін. Тек маңызды, қажет деген параметрларды ғана көрсетемін. Ең алғашқысы бұл font size деп аталынады. Қазір бұның не мағына білдіретінін көрсетемін. Фонт деген бізде сөз деген мағынаны білдіреді. Size дегеніміз бұл бізде размер деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің сөзіміздің размері 50 пиксель болғанын қалап жатырмыз. Мұны сайтымыздан көрейік. Мінекей 50 пиксельге айналғанын байқаймыз. Егер де сіздерге одан да көбірегі қажет болса, мысалы 100 пиксельге айналдырайық. Мінекей біздің сөзіміз өлшемі ұлғайды. Келесі кезекте айта кетерлік тұс, бұл жерде пиксель сөзін пробел арқылы жазуға болмайды, яғни бірден көреміз іске аспай қалғандығын. Оны міндетті түрде өлшем бірлікті жанына жазу керек. Яғни бұл сантиметр, миллиметр деген секілді өлшем бірлік. Бұл тек веб парақшасында қолданылатын, веб парақшаларда қолданылатын өлшем бірлік болып табылады. Біздер сантиметр, миллиметр арқылы өлшемейміз, пиксель арқылы өлшейміз. Келесі бізде font style деп аталынады. Font style италик деп берейік. Font style дегеніміз біздің сөзіміздің стилі. Яғни, бұл жерде біздер италик деп курсив мағынаны білдірдік. Көрсек болады. Мінекей біздің сөздеріміз курсив жазуға айналды. Біздер алдыңғы сабақтарда бұны i-тег арқылы жасауды үйренген болатынбыз. Мінекей бүгін біздер CSS арқылы жасауды үйрендік. Яғни CSS файлдар әлі дамымай тұрған кезде бұны тегтар арқылы жасау қажет болатын. Ал қазір оны ешқандай артықшылығы жоқ. Екеуі де жұмыс жасай береді. i-тег арқылы да жасауға болады, және де style арқылы, font style италик параметрі арқылы жасауымызға болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ қазір көбіне осы жол қолданылған. Келесі бұл бізде font weight деп аталынады. Бұл бізде көптеген параметрларға ие болады. Яғни бұл біздің сөзіміздің қалыңдығы деп аталынады. Яғни жирності. Ол 100-ден 900-ге шейін көрініс тапады. Если 100 болатын болса, ол бізде қатаң емес, яғни қалың емес. Егер де ол 900-ге айналса, ол мінекей жирный шрифтке айналады. Бұны bold тег арқылы да жасауға болады, немесе осылай да жасасақ болады. Келесісі бізде бұл text decoration деген параметр болып табылады. Text decoration бізде underline, line секілді бірнеше түрлері бар. Мысалы, underlineға параметрін көрсек, неге асты сызылған. Бұны біздер алдыңғы сабақтарда тегтер арқылы жасауды үйренген болатынбыз, яғни u тег арқылы жасауғанды үйренген болатынбыз. Дәл қазір біздер оны CSS файл арқылы жасап отырмыз. Келесі, немесе егер де біздер оны үстін сызылған қаласақ, line through арқылы жасауға болады. Мінекей үсті сызылған текстқа айналды. Яғни CSS арқылы біздер
тегтардың көмегінсіз осылай стильдік қосымшаларды беруімізге болады. Келесі бұл бізде text indentation деп аталынады. Text indent дегеніміз бізде қазір мысалы 50 пиксельді берейік. Мінекей, біздің абзацымыз 50 пиксельге тең болды. Яғни белгілі бір элементті абзац бойынша ысыру деп аталынады. Егерде мысалы біздер ол тегті мына p параметрына p тегіне қолданып көрейік. Ол үшін біздер p тегқа ID бере салайық. ID p1 деп берейік. Енді p1 тегін шақырамыз. Және text indent. Бізде 60 пиксель болған қалай. Мінекей, біздің абзацымыз 60 пиксельді құрады. Келесі кезекте бізде letter spacing деген параметр бар. Бұл көп қолданыла беретін параметр емес. Бірақ сонда да сіздерге көрсетейін. Letter spacing, letter деген бізде әріптердің арасындағы пробел, яғни space деген бос орын. Әріптердің арасындағы бос орын. Яғни біздер мысалы 50 пиксель деп қарастырсақ, мінекей біздің әріптеріміздің арасы 50 пиксельді құрайды. Егерде біз оны 10-ға ауыстырсақ, мінекей біздің әріптеріміздің арасы 10 пиксельді құрайтынын көреміз. Бұл тегтардың көмегінсіз біздер CSS файл арқылы біздің сайтымызға стильді қосымша бергендігін анықтап отырмыз осылайша. Алдыңғы дәрістердің бірінде біздер span тегі туралы сөз қозғаған болатынбыз. Яғни мен осы span тегін түсіндіріп жатқан кезде сіздерге айтқан болатынмын. Span тегі белгілі бір сөзді белгілеп алу мақсатында қолданылады. Яғни CSS, JavaScript қосымша ретінде сол сөзге мән берген кезде бұл тег қолданылады деген болатынмын. Ендеше мысалы біздер осы параграф ішіндегі бір сөзді белгілеп алғымыз келді. Және де мысалы осы параграфтың барлығын емес, жай ғана ішіндегі бір сөзді мен қызыл түспен белгілегім келіп тұр. Ол үшін мен не жасай аламын? Яғни біздер осы кезде span тегін қолданамыз. Егерде біздер ол тегті қолданбаған кезде біздер color қызыл деп жазсақ, color red деп, онда біздің бүкіл элементіміз, p тегіміз қызылға айналатын еді. Мысалы, іс жүзінде көрейік. Егерде біздер белгілі бір сөзді қызылға айналдырғымыз келіп тұр, оны ID-дің көмегімен істеп көрейік. Span-ның көмегі емес, ID-дің көмегі. Ең бірінші p2. Енді біздер класс p2-ні шақырамыз. Және де оған color қызыл берсек, мінекей біздің параграфымыз толығымен қызыл түске айналды. Ал бізге бұның қажеті жоқ. Бізге тек қана мысалы rabbit hole деген сөз қызылға айналғанын қаласақ, біздер жай ғана сол rabbit деген сөзді span аламыз, span тегін аламыз. Окей. Және де spanға ID береміз. ID, span 1 деп алайық әзірше. Енді біздер span 1 тегімізді шақырамыз. Span 1 тегіміз, біздің түсіміз қызылға айналсын. Мінекей бүкіл параграфтың ішінде тек қана осы сөз қызылға айналды. Ендеше біздің бұл қосымшамыз да дұрыс жасап тұр деген сөзді
білдіреді. Енді тағы да бір параметрдің түрі сіздерге көрсететін. Бұл сөзді егер де біздер үлкен әріптермен жазғымыз келсе, мысалы жаңағы сөзімізді rabbit hole-ды мына жерде кішкентай әріптермен жазылып тұр. Оны біздер HTML парақшасын түземей ақ үлкен әріптермен жазсақ болады. Ол үшін жаңағы селекторымызға жаңадан text transform деген параметрді береміз, және де upper case деген мәнді береміз. Upper case деген үлкен әріптермен деген мағынаны білдіреді. Көрейік, мінекей біздің сөзіміз ешқандай HTML парақшасының түзетуінсіз үлкен әріптермен жазылды. Егер де оны қайтадан кіші әріппен жазғанын қаласақ, lower case деген сөз қолданылады. Мінекей қайтадан кішкентай әріппен жазылды. Және де бұл жерде тағы да бір айта кетерлігі, қандай мән беруге болады? Capitalize деген параметрді беруге болады. Яғни бұл жерде үлкен параграфтарға мән беретін болсақ, бұл параметрді беретін болсақ, әрбір сөзінің бірінші әріпі үлкен әріппен жазылады. Мінекей. Оны біздер P тегі арқылы көрейік. Мысалы, text transform capitalize. Неке әрбір сөздің бірінші әріпі бас әріппен жазылып тұр. Осы мағынаны білдіреді. Одан өзге параметрларды, мінекей біздер бір шамасымен таныстық, одан өзге параметрларды описание бөлімінде тіркеп кеткен, сіз справочниктан көріп алсаңыздар болады. Ал түсін артқы фонын қалай осындай сары түске айналдырады десеңіздер, бұған color нәрсесі емес, background color деген қолданылады. Яғни бұл бізде body тегінің ішіне біздер background color деген қосымшаны айтамыз, және де хаки деген түсті берейік. Неке біздің түсіміз мұндай түске айналды, хаки түсіне айналды. Егер де біздер оны қайтадан әдемірек түске ауыстырайық. Хаки түсіне емес, мысалы бисквит түсіне айналдырғымыз келсе, мінекей біздің түпнұсқа сайтымыздың түсіне ұқсайды. Мінекей. Яғни бұл background color деген параметр бізде артқы фонға жауап береді. Color деген тек текстің түсіне жауап береді. Кез келген дизайн саласында түстердің алатын орны ерекше, сол секілді CSS-та да түстерге ерекше назар аударуымыз қажет. Яғни егер де біздер дұрыс таңдалған түстер бізде өз кезегінде өте керемет үйлесімді сайт жасауға мүмкіндік береді. Бізде түстерді белгілеудің бірнеше тәсілдері бар, мәндерін белгілеудің. Color параметрі жалғыз, ал бірақ мәндерін белгілеудің 5 түрлі жолы бар. Біріншісі бұл жай ғана атауын жазу. Бұл жерде түстердің шеруі көрсетілген. Бұл жердегі барлық сайттарды сіздерге беретін боламыз описание бөлімінде. Қажетті түсімізді жай ғана атауын жаза саламыз. Неке біздің сайтымыз алқызыл түске боялды. Жаңа түсті бере берейік. Енді бұл бірінші жолы, яғни түстің атауын жазу. Екінші жолы бізде RGB функциясы арқылы жасауға болады. RGB дегеніміз бізде red, green, blue параметрлары арқылы жасау. Яғни red деген бізде қызыл, green деген бізде жасыл, яғни blue деген бізде көк. Яғни бұл түстердің қосындысын осылайша жазуымызға болады. Яғни
0-дан 255-ке шейін, егерде біздер 0, 0, 0 дейтін болсақ, бұл бізде қара түс болады. Яғни қызыл да жоқ, жасыл да жоқ, көк те жоқ. Егерде біздер 0, 255, 0 деп жазатын болсақ, онда ол бізде жасыл түсті береді. Яғни 255 ол максималды мән, 0 деген ол бізде мүлдем қолданбайды деген сөз. Түстерді байқасақ, мінекей RGB белгілі бір параметрларды қамтып тұр. Осыны копировать етіп алып, мына жерге салсақ болады. Мінекей, бұл жерде бізде фиолетовый түсті қамтиды, яғни біздің қызыл түсіміз 128-ді қамтиды, 0 бұл бізде жасыл түс, яғни көк түсіміз 128-ді қамтиды. Егерде біздер эксперимент жасап, бұл жерді 100-ге ауыстырсақ, біздің көк түсіміз 100-ге ауысты, яғни кішкене өзгеріс бар. Егерде бұл жерді біздер 0-ге айналдырсақ, бұл көк түске айналады. Мінекей, көріп тұрғанымыздай. Келесі кезекте оны берудің тағы да бір жолы, түстерді анықтаудың тағы бір жолы, бұл HSL түстік параметр болып табылады. HSL түстік параметрінде Hue, Saturation, Lightness деген үш нәрсе қолданылады. Hue деген бізде түс, Saturation деген бізде қанықтық, және Lightness бұл бізде ашықтық. Яғни ашық түс немесе қою түс деген секілді. Біріншісі параметр, яғни түстік норма бізде 0-дан 360-қа шейін бере аламыз. Қанықтықты, яғни saturation'ды біздер 0%-тен 100%-ке дейін бере аламыз. Және ашықтықты бізде 0-дан 100%-ке шейін бере аламыз. Енді тексеріп көрейік. HSL функциясын. Осымыздың HSL деп жазамыз. 0-дан 360-қа дейін, мысалы, 300 деп берейік. Және де біздің түсіміз, қанықтығымыз өте қанық болған қалаймыз. 100% береміз. Және де ашықтығы 50% қамтиды. Окей, біздің түсімізді мынандай түске айналды. Яғни біздің түсіміз 300-ді қамтиды. Өлшем бірлігі. Қанықтығы 100%, және ашықтығы 50%. Егерде біздер ашықтығын 100%-ке қойсақ, қандай түс пайда болатыны қарайық. Яғни ақ түс пайда болады екен. Ашық түс, яғни ашық, біздің түсіміз ап-ашық, яғни ақ түсті қарайық. Егерде 0-ға қоятын болсақ, онда ол қараға айналады. Мінекей. Ал жалпы 40-қа немесе қойсақ, өзіміздің қажетті ашық түстерімізге ие боламыз. Егерде біздер қанықтықты 50%-ға қойсақ, түстің қанықтығы солғынға айналады. Ал егерде оны 0%-ға қойсақ, мүлдем қанық емес сұр түске айналады. Мына жерде 360-қа қойсақ, және де 150-ге қойсақ, бізде қызыл түсті қамтиды екен. Мінекей. Енді одан өзге бізде HSLA деген параметр бар. Яғни мінекей A деген қосылған HSLA. Бұл A деген альфа деген мағынаны, альфа транзакшн деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл мөлдірлік. Ол 0 мен 1 аралығындағы өлшем бірлікті қамтиды. Мысалы, HSLA және де бұл жерде, осы жерді ашық кетсек, бізде қате көрсетеді. 0 деген бізде мөлдір, 1 деген бізде қанық түс болып табылады. Окей. Мөлдірлігі 0. Мына жерде біздер 1 беретін болсақ, қанық, бір мағынаны білдіреді. Егерде біздер оны 0,5 деп берсек, онда мінекей, әдемі түсті аламыз осылайша. Мөлдірлігі, прозрачнысы жартылай. Прозрачнысы жоғары болса, мысалы 1 болса, керісінше 0 болса, онда біздің
түсіміз аққа айналады. Егер де прозрачность 1-ге беретін болсақ, онда қанық прозрачность ешқандай жоқ түске айналады. Яғни мөлдірлігі жоқ түске айналады. Бұл тап солай RGB функциясы ішінде орын алады. Мінекей RGB A болатын болса, бізде бұл жерде 0-дан 255-ке шейін ғана қамти аламыз. Яғни бірінші қызыл түсіміздің 100 болғанын қалайық, грин түсіміз, жасыл түсіміздің 100 болғанын, және де кішкене көк оттенк көбірек болғанын қалайық, 110 деп берейік. Сұрлау цвет шығады, және де оған мөлдірлік береміз 0.5, яғни жартылай мөлдір. Мінекей прозрачностьтің байқадық. Егер де біздер 1 болатын болса, онда ол толық қанық түске айналады. Яғни оның мөлдірлігі жоқ. Ал егер де 0 болса, онда мөп-мөлдір түске айналады. Мінекей осылай біздің түстерді берудің бірнеше тәсілі бар. Мына жерде байқағаныңыздай, бұл сайттардың барлығын описание бөліміне салатын боламыз. Яғни бізге қажетті түсті осы жерден белгілеп алып, мысалы, мына түсті қажет болса, осылай сөзбен ақ жазуға болады, RGB функциясы арқылы жасауға болады, және HSL функциясын басқа сайттардан көруге болады, және де мына жерде hex бойынша жасалған көріп тұрып, мына жерде мен оны жазуды көп санамадым, яғни оны да көрсетуге болады, яғни 6-шы тәсіл hex бойынша жасауға болады. Яғни бұл жерде алғашқы 2 сан бізде қызыл түс үшін, кейінгі 2 сан, ортасындағы 2 сан бізде жасыл түс үшін, және де соңғы 2 сан бізде көк түс үшін жауап береді. Яғни егер де біздерде бұл да жаңағыдай 0 мен 255 арасындағы сандарды қамтиды. Егер де бізде 255 саны болатын болса, біз оның орнына F жазуын әрпін қолдануымызға болады. A әрпі бізде сәйкесінше мәнді көрсетеді. Осылайша біздер hex параметрі бойынша RGB арқылы, сөз арқылы және HSL, HSLA, RGB арқылы жасауымызға болады. Келесі сіздерге қажет болады деген сайт, ол мына сайт. Яғни бұл сайтта біздер жақын түстерді пайдаланамыз. Яғни біздер сайтымызға қалай, мысалы біздер пастельный түстерді қаласақ, сайтымыз осындай көрініс тапқанын қаласақ, біздер осы сайттан өзімізге қажетті түстердің комбинациясын жинақтаймыз, және де өз кезегінде мінекей түстердің hex арқылы көрсетіп тұр. Осыны копировать ету үшін мына батырманы басамыз, және де өзіміздің сайтымызға осы түсті қойып көрейік. Ол үшін біздер жай ғана осылай, оның алдына міндетті түрде хэштег белгісін белгілейміз, және де сайтымыздың осындай түске айналғандығын байқаймыз. Кез келген түсті осылайша өзімізге комбинацияларды белгілеп алып, соларды қолдансақ болады. Мысалы, артқы фонды мынандай түс етіп, жазуларды мынандай түс, және де дифклардың үшін мынандай түспен белгілесек, біздің сайтымыз осы комбинацияға жинақталған сайт болып көрсетіледі. Мінекей hex бойынша, RGB функциясы бойынша және аты бойынша барлық информациялар көрсетіліп тұр. Бұны барлық описание бөлімінде сақтайтын боламыз. Мінекей достар, бүгінгі сабақта сіздермен біздер CSS стильдік тілімен және оның параметрларымен, құру тәсілдерімен, жалпы селекторлармен жақынырақ танысқан болатынбыз. Селектор ұғымы енді көп қолданылады, JavaScript-та да қолданамыз оны, және тағы да басқа мақсаттарда да қолданамыз. Жалпы осылай бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Сіздермен байланыста болғанымызға өте қуаныштымыз. Практика жасаңыздар, таңда стадиямен оқуды жалғастырыңыздар. Қош сау болыңыздар.